Әбілқайыр атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. Филология факультеті. Ағылшын тіл білімі кафедрасы. Фи-18 Ушкабес тобының студенттері. Топ тәлімгері Ералиева Зәуре Жұмахметовна. Биылғы 2020 жыл Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы. Әбу Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ Әл-Фараби ат-Түрки 870-950 жылдар аралығында өмір сүрген. Әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика және музыка зерттеушісі. Әл-Фараби білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырды. Қағаздың түсіп бетіне сызықтай бейне тартылған, сап болып шекер сарқылған кездейсоқ өмір өтіне. Қайыспай тұрсан артылған, сонда да беріп кетеміз. Жүректің отын мұлында, арманды аңсап өтеміз. Біз ол мұрат жолында. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда да алпыз өз теңінің ішінен. Жүргендер көп достық атын алданып, алайда тек